Айжан ханым, жақында менде бір қызық ситуация болды. Біз наставничествоны онлайн сатамыз. Онлайн сатқан кезінде, получается, біз 7 күн тоқтамай сабақ береміз. Одан бөлек жаңағы Zoom-да кері байланыс беріледі, 2 ай беріледі. Ол практика жүзінде болады. Тоже общий топта оқыған арасында бір шәкірт болады. Уж доступтың барлығы берілген, сабақ бітіп жатыр, практиканың барлығы жасалынған, кәдімгідей сабақ өтілген толығымен. И ол кісі бір күн маған жазады, уже сабақ бітіп қалған. Уже бітейін жатыр, бір ары кетсе, бір 2 практикамыз қалды. И ол кісі маған жазады, курстың ақшасын төлегенмін, сол ақшаны төлеу үшін мен ломбардқа алтындарын өткізгенмін, апамның алтындарын өткізгенмін дейді. И үйде хайвай болып жатыр, сол үшін күйеуім мені ұрып жатыр, ол үшін проблемасын айтып жатыр. Сосын мен айттым, ол сіздің жауапкершілігіңізде, мен сіз қинаған жоқпын, сізге толық доступ берілген, қалай сіз возврат жасайсыз деп айтып жатырмын ғой жаңағы оқушыма. И ол кісі мен бермейтінімді түсініп, уже дальше атака жасай бастады. Былайша айтқан кезде, жоқ, сабағыңыздың сапасы ұнаған жоқ маған, ақшамды қайтарып беріңіз, ештеңе берілген жоқ маған, былайша айтқанда ұнаған жоқ деп уже атака жасай бастады. Осындай жағдайда не істеуім керек еді? Өте жиі кездесетін жағдай негізі бізде ойланбай алады жаңағындай, немесе үйінде болып жатқан материалдық қиындықтарға байланысты кейіннен өкініп ақшамды қайтар деп жататын. Біріншіден, міндетті түрде мұндай жағдайда эксперттер, наставничествосын, менторлығын сататын эксперттер міндетті түрде келісім шарт жасау керек. Қызмет көрсету шарты, ол жерде төлем жасамай жатып, келісім шартпен танысып алсын, сосын барып төлем жасасын олар, иә. Тем более онлайн болатын болса, бізде оферта деген бар, ешқандай қол қоюды қажет етпейді, төлем жасады ма, ол келісім шартқа толығымен келіскен білдіреді. Бұл біріншіден. Екіншіден, сіздің ситуацияңызда қызмет толығымен көрсетілген. Яғни курс аяқталып жатыр деп жатсыз. Бірінші модульді көріп болып, маған ұнамайды, қалған ақшам қайтарып бер десеңіз, онда сіз бірінші модульға кеткен бүкіл шығынды алып тастап қайтарып беруге біз міндеттенеміз заң бойынша, азаматтық кодекс бойынша. Ал енді бұл жерде қызмет толығымен көрсетілген. Біріншіден, екіншіден, адамның ожиданиясы деген нәрсе бар да, біз келісімшартта соны көрсетеміз. Яғни қызмет алушының ожиданиясына сәйкес келмегені үшін қызмет беруші жауапты емес. Енді орысша айтқанда, мало ли что мы ожидаем. Солай ғой? Әр адамның өзінің ішінде бір қандай да бір психоэмоционалдық ожиданиясы болады оның, иә. Сол себепті сіз модульге сай бүкіл топқа бірдей сапалы келісім шартта көрсетілген қызметті көрсеттіңіз ба, сіздің тарапыңыздан бүкіл міндеттеме орындалды деген сөз. Екінші тарап әрине төлеу керек. Бұл жерде қызмет толығымен көрсетіліп қойғаннан кейін, ойдағыдай, келісім шарттағыдағы сападағыдай көрсетіліп қойғаннан кейін, уәде етілген бүкіл бонустардың, сабақтардың барлығы беріліп қойғаннан кейін, ол қызмет көрсеткен ақшаны қайтару ол заңсыз болып табылады.